дайындаймыз. Оған бізге 500 грамм ұн керек, 70 грамм тоң майы керек, 1 чайная ложка, 1 шай қасық тұз керек, 270 грамм жылы су керек, 1,5 қасық столовый асқана қант керек, пищевая содадан жарты қасық пищевая сода керек, 1 шай қасық. Бастаймыз. 500 грамм ұнымызға жарты шай қасық сода қосып аламыз. Осыны ұнымызды илеп аламыз, осыны араластырып аламыз. Енді мынау 270 грамм жылы суымызға 1 шай қасық тұз араластырамыз. Оған қантты 1,5 ас қасық қант мен қостым. Тәтті қылғыңыз келсе, одан да көбірек қосуларыңызға болады. Осыны араластырып аламыз. Қантын ертіп, жаңағы 70 грамм жылытқан тоң майымызды қосамыз. Енді ортасын былай ашып, ұнымызды илейміз. Илеген тестамыз дайын. Енді осыны бір 10 минут салатанға салып қоя тұрамыз. Екіге бөлеміз. Жартысын салатанға салып қоямыз. Қалғанын осылай қоямыз да олай кесеміз. Кескенімізді бетті желденіп кетпесін деп былай қоя тұрамыз. Мынау біреуін аламыз да былай ейміз. Жақсылап қарап алыңыздар. Міне былай домалатып отырып кесесіздер. Пышақпен қолды домалатып, тестаны домалатып. Енді жаңағы ши бауырсағымызды қуыру үшін 300 мл сұйық май, 300 грамм тоң май қосасыздар. Қуыра бересіздер көбірек салып. Дайын біздің. Енді осы ши бауырсақты осы қалпында жесеңіздер де болады, или сгущенкамен араластырып жесеңіздер де болады шайға. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап, лайк басып кетіңіздер.